Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Алтаева Қарлығаш Исановна, Алматы облысы Балқаш ауданы Бірлік орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Қазір бізде қазақ тілі пәні. Сабақтың тақырыбы ортақ тақырып бойынша болашаққа саяхат, тақырыбы үстеу. Сабақтың мақсатына тоқталайын. Сабақтың мақсаты үстеуді мағынасына қарай ажырату, етістікпен байланыстырып сөйлемде қолдану. Мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтарға жауап беру. Каллиграфиялық нормаларды сақтау және жазу техникасын жетілдіру. Енді бағалау критерийіне назар аударыңыздар. Тыңдаған мәтіннің мазмұнына қарай сұрақтарға жауап береді. Үстеудің мағынасына қарай ажыратады және етістікпен байланыстырып сөйлемде қолданады. Енді балалар, барлығымыз мына видеоға назар аударамыз. Ай мектеп. Алам аға, біз қайда жүрміз? Біз үстеу әлеміндеміз. Қара. Үстеу қандай сұрақтарға жауап беретінін айтсақ, қақпа ашылады екен. Мен үстеу қандай сұрақтарға жауап беретіні түгілі, өзінің не екенін білмеймін ғой. Оны мен білем. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Мысалы, кеше, биыл, ілгері, төмен, тез, әрең. Ол қайда, қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Аға, қараңыз, қақпа ашылды. Тағы да қақпа. Бұл қақпа ашылу үшін енді үстеудің түрлерін айтуымыз керек. Мен мезгіл үстеуін, мекен үстеуін, сын қимыл үстеуін білемін. Мезгіл үстеулері іс-әрекеттің мезгілін білдіреді. Мысалы, бүгін келдім, күні бойы ойнадым. Мекен үстеулері іс-әрекеттің орнын, бағытын білдіреді. Мысалы, жоғары көтерілді, алға жылжыды. Іс-әрекеттің амалын, тәсілін, бейнесін білдіретін сөздер сын қимыл үстеуі болады. Мысалы, балаша қуанды, тез сөйледі. Жолда жан-жануарлар кездескенде әрекеттерін сипаттауымыз керек. Мынау біздің жол серігіміз. Мәссаған. Қоян. Дана, қоян қалай қозғалады? Қоян өте шапшаң қозғалады. Үкіні қараңыз. Үкі қай кезде ұшады? Үкі түнде ұшады. Айнала қараңғы болып кетті. Енді үйге қалай қайтамыз? Қорықпа, Дана. Қара. Аға, бұл не? Бұл жол сілтегіш. Үйге жету үшін қайда жүреміз? Енді біз қалай қарай жүру керектігін білеміз. Аға, сенесіз бе? Түсімде екеуміз үстеу әлемінде жүретінбіз. Біріншіден, үстеудің не екенін біліп алдым. Қызық,
қалай болғанын айтып берші. Жақсы балалар, яғни қазір бейнефильмнен тамашаладық. Істеу дегеніміздің не екенін білді. Енді толықтырып жіберейік. Істеу дегеніміз іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын істеу дейміз. Істеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, жүрдек пойызбен Астанаға тез келдік. Түнде қала көшелері жап-жарық. Биыл Астананың 22 жылдық мерейтойы болды. Енді балалар, барлығымыз оқулығымызды ашып, 121 сабақтағы бірінші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. 121 сабақ. Мәтінді тыңда. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай, қиын да күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың астанасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа елдерді де таңғалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциалдық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, хан шатыр, бейбітшілік пен келісім сарайы, алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың, қазақтың 3 атақты биі Төле би, Қазбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас Қазақстанның 21 ғасырдағы жарқында бақытты болашағының символындай елестейді. Астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының болашағы әлі алда. Ол болашақтың қаласы. Менің отаным Тәуелсіз Қазақстан кітабынан. Жақсы балалар, енді тыңдалған мәтін бойынша өз пікірлеріңді айтып, төмендегі сұрақтарға жауап бересіңдер. Мәтін не туралы? Мәтінді тыңдау барысында көңіліңе қандай сезім ұялады? Астананы неліктен болашақтың қаласы дейді? Енді осы мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді оқып, және олардың мағынасына назар аударасыңдар. Қарамен жазылған сөздер бұл жерде аз ғана, бұрынғы, жаңаша, алда. Яғни бұл тапсырманы балалар маған жауап беріп, WhatsApp желісімен жібересіңдер. Келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Жазбаша жұмыс. Екінші жаттығуда сөздерді оқимыз. Бұл сөздерді етістіктермен тіркестіріп, жазып, оларға сұрақ қоямыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанына назар аударамыз. Бұл сөздер балалар былтыр, күндіз, төмен, кенеттен, алда, жорта, жоғары. Міне осы сөздерді етістіктермен тіркестіріп жазасыздар. Және WhatsApp желісіне саласыздар. Келесі 4-ші тапсырмамыз сәйкестендіруге берілген. Яғни істеудің мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендіреміз. Мезгіл істеуі қашан деген сұраққа жауап береді. Мекен істеуі қайда деген сұраққа жауап береді. Сын қимыл істеуі қалай деген сұраққа жауап береді. Міне, келесі бағанның оң жағындағы сөздермен осы істеулерді сәйкестендіріп, WhatsApp желісіне саласыздар. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қорытындылай отырып, ой елегінен өткізе отырып, түсінбенден туралы хаттарыңызды маған WhatsApp желісіне хат арқылы жіберулеріңе болады. Үйге тапсырма жазып алыңыздар балалар. Үйге мезгіл, мекен, сын қимыл істеуге қатыстырып, 3 сөйлем жазып келеміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.